бір ауылда үлкен молда болады екен. Ол молда мақтаншақ екен. Менің білмейтінім жоқ. Кез келген жазуды, ұйғыр жазуы ма, сауды жазуы ма, араб жазуы ма, кез келген жазуды оқи берем деп сөйтіп көпшіліктің ортасында есіп отырады. Алдыбай адам болса есік жақта отырады. Өнемі төрге шықпайды екен, ол тура есіктің алдында отырады екен. Неге? Ол өзі қойшы болғасын, сол менің орным сол деп есептейтін болу керек, өмірінде төрге шықпай кеткен. Сол босағаға құм төктіріп алып, сол құмның үстінде отырады екен. 60 жыл бойы жаңағы қойшы болғанда үнемі босағада жүрген, сол киімінде жақсы киім кимеген. Алба-жұлба сол. Енді ондай адамдарға киім, орын, төр онша маңызды емес шығар енді, неге болса. Солай сөйтеді. Содан жағы сөйтіп, қалтасына соны білгенде, бір жазуды, тас, жазу жазылған тасты апарып, қалтасына шығарып алып, мына жазуды оқып беріңізші деп, молдаға ұсынады. Мақтаншақ молдаға. Иә, мақтаншақ молдаға. Енді озған пайғамбардың басына қойылған жазу болу керек, енді соны оқысын деп отыр ғой енді. Ана заманның жазуы, Нұх пайғамбардан бұрын өмірге келген пайғамбар. Топан судан бұрын өмірге келген, ондай алып адамдар бергі жағында болмаған ғой. Содан жағы былай қарай шығара алмайды. Соны мынау жазу емес қой деп, есіктен лақтырып кеп жібереді. Ашық тұрған есіктен лақтырып жібереді. Онысы несі екен ай? Онысы несі екен ай? Өзім қолыма бермеймін екен. Оқи алмаса деп, үйінен шығады да, ондай жерге барып түскен тасты алады да, кетеді да, Алтыбай. Сүт қайнатым жер дейді, енді бір талай ғой. Атпен жүргенде. Кетеді да қалады. Сөйтсе молданың іші көгіп кетеді. Ой. Үлкен болып, қанша ем қолданса, онан сайын кебе береді. Өлуге қалпына келеді. Сосын молданың өзі тұрып айтады. Ана кісіге мен дұрыс жасамадым, тасты лақтырып жіберіп. Не де болса, соғыстан келді, соғысына әкеліңдер деп. Содан қос атпенен бір баланы жібереді. Соған кәтті барынша желіп отырып келеді басына. Келгеннен кейін осындай шақырып атыр деп, осындай молдамыз осылай болып қалып деп айтады. Жарайды, барам. Қайта бер дейді. Сізге мына ат мінбейсіз бе? Жоқ, мінбеймін. Өзім барам ғой деп. Қайта бер дейді. Сосын бала қанша нағылғанмен болмайды. Бала атты барынша салып қайтып келеді неге. Сөзі жолда қақ ортаға келгенде бір нәрсе тұсынан зу етіп алғандай болады. Оны нағылмайды. Келсе емдеп алып отыр дейді, жаңағы молданы. Бұрын келіпті, шапқан аттан бұрын келіпті. Иә. Сөйтсе жағы масқара болған ғой енді. Ол кісіге ат керек болмай тұр ғой. Иә, ат керек. Сол бірінші көрсеткен осы керемет. Одан кейін